Султанбек Қожанов көшесінің бойында орналасқан 15-ші мектептің алдында SCAT PP маркалы фото-видео бейне жүйелерімен жұмыс істейтін қондырғысы қосылғалы жатыр. Яғни бұл жаяу жүргіншілерді өткізбеу, көліктің жылдамдығын асыра басқару, тротуарлармен жүру және көліктердің қарама-қарсы бағытта шығып басқаруы және тоқтауға тыйым салынған жерлермен автокөліктердің жолаушыларын түсіру және оларды қайтып мінгізу сияқты құқық бұзушылықтарды анықтауға бағытталған жұмыстарды атқарады. Бұл SCAT PP маркалы видео комплекс. Осы бүгінгі таңда Түркістан облысы полиция департаментінің қауіпсіз мектеп іс-шарасы, жедел профилактикалық іс-шарасы басталуына байланысты қосылатын болады. Бұл Түркістан облысы көлемінде қазіргі таңда Келес ауданы, Қазығұрт ауданы, Ордабасы ауданында трафик сканері атты маркалы 8 дана жылдамдық өлшегіш құралдары стационарлық түрде жұмыс атқаруда. 24 сағат бойы олар бойынша күнделікті құқық бұзушылықтар анықталып, тиісті әкімшілік айыппұлдар салынуда. Одан бөлек республикалық маңызы бар тас жолдарда Криспы және Арена жылжымалы фоторадарлы комплекстерде жергілікті полиция қызметінің патрульдік полиция батальон қызметкерлерімен жол көлік оқиғаларын алдын алуға бағытталған жұмыстар атқарылуда. Осындай SCAT PP құралы осы Түркістан қаласында тағы да Ерубай көшесінің бойында орналастырылады.